Құрметті торпақ белгілері, 29 қыркүйекте болатын тоқты белгісіндегі айдың толуы сіздерге тікелей әсер ететін болады. Себебі дәл осы ай толу кезеңде Уран ғаламшары Венера менен бірге аспект құратын болады. Ал Уран белгісі, Уран ғаламшары қазір дәл сіздерде торпақ белгісінде орналасқан. Бұл деген сөз өмірлеріңізде өзгерістер болып жатыр деген сөз. Уран белгісі тоқты белгісіндегі Марс менен қосылып, оның үстіне ай толу кезінде сезімдерімізге орын беріп, былайша айтқанда үштік құрады ғой, жаңағы бір смес дейміз ғой, бір үштік құрып, сіздер өздеріңізді бір торпаққа тән емес бір қылықтар мен өздеріңізді байқайтын боласыздар. Негізі торпақ белгісі деген сабырлы жер белгісі ғой. Ал қазір тоқты белгісіндегі айдың толуы Венера менен Уран менен сіздердің урандарыңызбен қарым-қатынас құра отырып, сіздер өздеріңізді бір өзгелерді таңғалдыратын іс-әрекеттеріңізбен, өздеріңіздің бір ерекше күш-жігерлеріңізбен, өздеріңіздің харизм деп айтамыз ғой, сондай бір напорларыңызбен, және әрбір істі бастап, соны аяғына дейін апарып, жүгіріп, бір орында отыра алмай, күш әрекеттеріңіз көбейіп, сонда бір энергияңыз толып, бір әрекеттер жасап жүретін боласыздар. Өздеріңізді бақылаңыздар осы 29, 30 және 1 қазан аралығында. Және өзіңіздің сүйген адамдарыңызға деген қарым-қатынастарыңызда да соны көрсететін боласыздар. Әйтеуір бір сөздеріңізбен, бірден тіп-тіке айтатын өздеріңіздің әділде және шынайы сезімдеріңізді ұстап тұрмай, бірден айта қалатын әдетіңізбен таңғалдыратын боласыздар. Немесе бірден шапшаң тез арада қимылдап, көп деген уақыттар аралығында істей алмай жүрген тірліктерді кішкене ғана уақытта бітіріп қоя алатын бір сондай күш-жігерге толы уақыт болады тоқты белгісіндегі ай толу кезеңінде. Себебі тоқты белгісінің желеп жебеушісі Марс. Бұл дегеніміз сезім менен Марс екеуі қосылады дағын. Мысалы біз сезімдерге орын берген жақсы емес деп жатамыз ғой, ал бірақ тура бұл ай толу кезеңінде бұл сөздер нақылдап жүрмейді. Керісінше бұл кезеңде шынайы сезімдердің өзі өте бір сұлу көрінетін болады адамдар. Күш-жігерге толы, соның өзі бір әдемі көрінетін болады торпақтар. Өте бір энергия күштер бітіп, шапшаң қимылдап, махаббатта да және іскерлік қарым-қатынаста да өздеріңізге бір тән емес қасиеттермен ерекше жұрттарды таңғалдырып, немесе өзгелерге бір тосын сый жасап, немесе өміріңізге бір өзіңіз қалаған өзгерістер еніп, өзіңізге бір сыйлықтар кеңістіктен келіп жатады. Оны өздеріңіз байқайтын боласыздар, құрметті торпақ белгілері. Әсіресе махаббат тақырыбында және қаржы тақырыбында болады. Тікелей сіздердің желеп жебеуші ғаламшарларыңыз Венера болғандықтан сіздерге міндетті түрде әсер ететін болады. Әрі Уран ғаламшары қазір сіздерде орналасқан. Сондықтан сіздердің өмірлеріңізде қаржыларыңызбенен өз-өздеріңізді құрметтеу, бағалау және махаббаттарыңызға қатысты өзгерістер болып жатыр. Ал тоқты белгісіндегі айдың толуы дәл сол өзгерістердің нәтижелерін көрсететін болады. Яғни бұл дегеніміз бір материалдық өздеріңізге бір заттар сатып алуларыңыз мүмкін. Немесе абыройлы болып, былайша айтқанда, сіздер қазір звезда вечеринки дейді ғой, жұлдызсыздар, өздеріңізді сондай бір жұлдыздай сезініп, күш-жігерге толы болып, сонымен өзгелерді таңғалдырып, және басқалардың қасында жұлдыздай жарқырап көрінетін уақыттарыңыз. Бұл әрине, егер сіздердің, мысалы, әрқайсыңыздың торпақ белгісінің бәріне қатысты ғой бұл, бірақ торпақ белгілерінің өзінің де туылған уақытына байланысты 11-12, яғни салалар болады. Егер сіздің күніңіз 12 салада орналасса, бұл мұның барлығы іштей сондай шапшаң, тез әрі күшке толы өтеді, бірақ құпия түрде өтетін болады.
Ал егер де сіздің бірінші үйіңізде болып жатса, онда сіз толық бір жаңағы ракетаны жаңағы басына жаңағы жіпті салып алып, сонымен аспанға, космосқа ұшып кететіндей сезімде болып, одан да жоғарыға күштеріңіз жететіндей, сондай бір эмоциялардың күш беретін қасиетіне ие кезде қазір сіздерге осыны пайдаланып қалыңыздар, көптеген істеріңізді бітіруге. Себебі әшейін сезімдерге орын берудің өзі дәл қазір осы толық айда тоқты белгісіндегі көп істерді бітіретін болады. Сондықтан да көп араласыңыздар, көп сезімдеріңізді білдіріңіздер, жай бос отырып қалмаңыздар. Сіздерге кеңес.